апа, Фариза ханым, Алашқа. Хамтаутау-кен техникалық колледжінде поэзия патшайымы Фариза Оңғарсынованың өмірі мен шығармашылығына арналған өте бір тамаша кеш өтті. Жаңа бірінші курс студенттері белсене атсалысып қатынасты. Және де біздің кітапханашымыздың ұйымдастыруымен осындай тамаша кеш өткеніне біздер тіл мамандары өте қуаныштымыз. Әрине, Фариза Оңғарсынованың шығармашылығы туралы көп нәрсе айтуға болады. Өмірді, махаббатты, табиғатты, бір өр мінезді, бір шыншылдықты сондай бір дәрежеде жеткізе білген ақиық ақындарымыздың бірі. Әрине, біздер маман ретінде, тіл маманы, тіл жанашыры болғаннан кейін ол кісінің өмірден өткеніне сондай бір жанымыз күйзелісте, дегенмен ол кісінің шығармаларына жанашыр оқырмандары болғаннан кейін ол кісіні насихаттайтын адамдар бар кезде ол кісінің мәңгілік шығармалары үлгісі есептеймін. Және де бүгінгі кеште біздің оқу студенттеріміз өте жырларын жүрек жарды жеткізе білді. Оған да өте қуаныштымыз. Әрине, қазіргі таңда оқырмандар бізде өте кітап оқитын студенттер қатары аз дейміз. Дегенмен де бұндай кешті насихаттаймыз. Бүгінгі кешімізден оқушыларымыздың, студенттеріміздің алатын өнегелері өте көп деп ойлаймын. Жалпы студенттеріміз жақсы бір тамаша бір үлгі алды деп ойлаймын маман ретінде. Жайлы өкініш өзегі мен құштарлығы тағымол өмір жайлы. Құштарлығы мүмкін сайын өседі де, қуаныштан да. Сәулелі сөзіңді айтып аратына шырқадың шартарапқа.